Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен мен Гүлназ, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пеште пісіруді қажет етпейтін өте дәмді әрі оңай торттың рецептімен бөліскім келеді. Дәмі молочная девочка тортына ұқсайды. Ол үшін бізге 4 ингредиент қана қажет болады. Ең бірінші жұмыртқа, ұн 400-450 грамм, және разрыхитель и сгущенка керек болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен сгущенкамызды жақсылап тұрып венчикпен немесе шанышқымен араластырып аламыз. Цедодан өткізіп алған ұнымызға разрыхитель қосамыз. Сол ұн мен разрыхитель жақсылап араластырып, біздің жұмыртқалық массамызға аз-аздан сала отырып, венчикпен жақсылап қамырымызды араластыратын боламыз. Қамырымыз осылай қоюланған кезде қолмен илейтін боламыз. Ұнды өте көп салмаңыздар. 450 граммнан аспау керек. Маған 380 грамм ұн кетті, бірақ описанияда 450 грамм деп көрсетілетін боламын. Себебі ұн әртүрлі болып келеді, консистенцияға қарап илеңіздер. Егер артық ұн қоссаңыздар, қамырларыңыз, яғни корждарыңыз қатты болып пісуі мүмкін. Міне біздің коржымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай. Міне осындай видеодағындай болуы керек. Енді осы қамырымызды біз бірнеше бөлікке бөлеміз. Қанша бөлікке бөлу, ол сіздің табаныңыздың диаметріне байланысты. Менде табанның диаметрі 20 см. Қалыңдығы қатты жұқа қылмаймыз, орташа қыламыз. Содан соң бізге керек диаметрді тәрелканың көмегімен кесіп аламыз. Ең басты қамырымыздың қалыңдығы 3 мм болу керек. Және де қатты жұқа етіп жайсаңыздар, ол жыртылып кетуі мүмкін. Енді біз корждарымызды табаға апарып пісіреміз. Мен табаны ештеңемен майлаған жоқпын. Табаның астындағы от орташа болып тұруы керек. Содан соң міндетті түрде крышкасын жабамыз. Корждар бізде тез піседі. 2 минуттан асырмауыңыз керек. Енді қараңыздар, осындай көбішіктер шығуы керек. Енді аударуға болады деген сөз. Аударамыз, енді 1,5 минуттай пісіреміз. Негізінде корждар өте тез піседі, сол үшін күйіп кетпегенін бақылап отырыңыздар. Корждардың арасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар, олар міндетті түрде піседі. Міне менде 6 корж шықты, енді крем жасаймыз. Бар болғаны 2 ингредиенттен тұрады. Ең алдымен бізге қаймақ қажет. 20% болу керек, одан төмен пайызды болмау керек, сұйық болып қалады. Сосын қант ұнтағы қажет. Екеуін қосып, жақсылап миксерлейміз. Және мен өзім дәміне қарай 1-2 қасық творожный масса қостым. Негізі бұл тортқа барлық кремдер бара береді. Тек қайнатпалы крем, яғни заварной крем болмайды. Тортты өз қалауларыңызша әсемдеуге болады.
Мен өзім осылай шоколадпен теркадан өткізіп әсемдедім. Бұл торттың дәмін көрсеңіздер тіпті сковородкада дайындалған торт деп айта алмайсыз. Себебі өте нәзік, молочная девочка сияқты дәмді болып шығады. Осындай нәзік дәмді болып пісу үшін жаңағы айтқан барлық ережелер бойынша істеген жөн. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып комментарий жазыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.